Good morning, everyone. Welcome to the 70th Eurasian Media Forum. Қайырлы таң. Баршаңызды көргеніме қуаныштымын. Қош келдіңіздер. Осы 17-ші Еуразиялық медиа форумға қош келдіңіздер және барлық команда атынан сіздердің барлықтарыңыз бізге қосылғандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Және біздің форумымыз мастер-класстар мен дөңгелек үстелдерден басталады және Ауғанстаннан келіп жатқан әртүрлі осы хабарлардан кейін біз сарапшыларды шақырдық. Осы дөңгелек үстел барысында сол оқиғалардың барлығын зерделеп орталық Азияға, яғни қандай әсері бар, соны қарастыратын боламыз және бұқаралық ақпарат құралдар, түркі тілдес мемлекеттерінің бұқаралық ақпарат құралдары арасындағы ынтымақтастықты дамыту мәселесі сөз болады. Сонымен бірге жарнама саласында, яғни ұлттық брендтерді қалай құрау керек, оны үшінші, яғни дөңгелек үстелдің тақырыбы болады және біздің бағдарламамыз сіздерге ұнайды деген ойдамыз және сіздер оны біздің веб-сайттан, YouTube-тан, мобильдік қосымшадан көрулеріңізге болады. Сіздердің назарларыңыз үшін көп рахмет. Енді кезекте email продюсер Сью Филлипсті таныстырып өтемін. Ол бүгінгі мастер-класстар жөнінде айтып өтеді. Құрметті қатысушылар, жақсы күн тілеймін. Сью, сізге сөз. Алма, рахмет. Бізде өте қызықты күн деп айтып жатыр Сью Филлипс, яғни продюсер. Бізде, яғни жалпылама айтатын болсақ, бізде 5 мастер-класс өтеді және олар осы 17-ші Еуразиялық медиа форумда ашады және бізде әрбір мастер-класстан кейін 10 минут уақыт бар. Сіздер сұрақтар мен жауаптарыңызды қоя аласыздар және онлайн аудиториядан да қоюларыңызға болады, онлайн да қоюға болады. Сіздерге яғни микрофон береді, сіздер микрофондарыңызды алып, сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Ұялы телефондарыңызды сөндірулеріңізді сұраймын. Және біз өзіміздің серіктесіміз Самұрық-Қазына Трастқа біздің мастер-класстарды қолдаған үшін алғысымызды білдіреміз. Ал енді бірінші мастер-класс, яғни оны өткізетін кісі сіздерге өте танымал кісі және сіздердің барлықтарыңызға бұл мастер-класс ұнайды деген ойдамын. Бексұлтан Қазыбек, ол JKS Entertainment агенттігінің негізін құраушы, басшысы, диджитал продюсер, медиа тренер және бұқаралық ақпарат құралдары, инфлюенсер маркетингінде маман болып табылады және Instagram, YouTube каналында, яғни 7 жыл бойы осындай әртүрлі бағдарламаларды түсіріп, 2016 жылы YouTube-тың күміс медалін алған болатын және қазіргі кезде осы TikTok, яғни каналдарында Випхаус, яғни шын Nickelodeon Choice сыйлығын алған болатын. Оның әріптесі бізге қосылады бүгін, ол Аблайхан Сыздықұлы, пиар-директор JKS Entertainment агенттігінде, яғни медиа-коуч, аналитик, және ол да біздің осы бірінші мастер-классымызға қосылады. Енді кезекте Бексұлтанға және Аблайханға қошемет көрсетіп қояйық. Олар әлеуметтік жобалар, яғни диджитал, тиімді инструменттер және үздік тәжірибелер жөнінде сөз қозғайтын болады. Добрый день, меня зовут Бексултан. Қайырлы күн. Сегодня мой коллега Аблайхан. Менің есімім Бексұлтан Қазыбек, мен әріптесім Аблайхан Сыздықұлы. Біз жалпылама диджиталда қолданатын тиімді құралдар және әлеуметтік жобалармен қалай жұмыс істейміз, соны айтып өткім келеді. Біз өзіміз туралы айтып өтсек, біздің компания JKS Entertainment 2015 жылдан бастап қызмет етуде және біз осы контенттерді жасаудамыз. Мысалға, мобильді телефондарға түсірілген түсірілімдер, продакшндар және өзімнің жұмысым барысында біз белгілі бір миссия мен стратегияны ұстанудамыз. Әсіресе өзіміз осы қазақ тілін, қазақ мәдениетін дамыту бойынша жобаларымызды жүргізудеміз. Әрбір өзіміздің жобамызда осы әлемге белгілі бір құндылықтарды паш етуге және қандай контенттерді әзірлеудеміз. Өзіміздің әлеуметтік жауапкершілігімізді көрсет, яғни түпкілікті қолданушыға оның барлығын жария етудеміз. Бізде бірнеше жобамыз бар. Біз оны
этих последних 7 лет. осы кейінгі 7 жылда жүргізген болатымыз. Әрине, біздің жолымыз осы блогерліктен басталды. Частью которой Яғни я являюсь, Джо то есть Казас блогер, командасының бір өкілі болып табыламын, және оның негізін қалаушы болған болатымын. 2017 жылы біз вайндарды түсіре бастадық, және олар интернетте жақсы танымал болды. Және қазіргі кезеңде бізде миллиондаған жазылушыларымыз бар, және жарты миллион осы YouTube-та. Және кейінгі бірнеше жылда біз өзіміздің осы контент бойынша, Джо Казас бойынша контентімізді өзгерттік. Біз кейінгі айларда, яғни жаңа жобаларды, далада подкаст, яғни ашық микрофон форматында осындай бағдарламаны түсіндірудеміз. Әрбір қала тұрғыны, яғни өздері қатыса алады, және біз бірнеше YouTube, TikTok, Instagram блогерлерді түсірудеміз. Мысалға, оның бірі Аминка Витаминка, оның 5,5 миллион жазылушылары бар, және 2,5 миллион жазылушылары Инстаграмда. Жуырда біз оның дебюттік, яғни сериалын Аула, яғни патшайымы деген осындай түсірген болатынбыз. Бұл сюжетті, яғни ол өзіндік бір сериал. Біз өте бір маңызды тақырыптарды қарастырамыз. Теңдік, әділдік, және тағы да бір айтатын болсақ, Аминка жаңа аулаға келеді, және жергілікті өзіндік басшы болып тұрған балаға, яғни бұл өзіндік үндеу тастайды. Также в 2020 году бұл сериалды сіздер көре аласыздар, яғни 2015 жылы бізде бірқатар жаңа жобалар басталған болатын. Оның бірі комикстар, яғни біз бірінші комиксті іске қостық. Бұл Қазақмен, бұл қазақ супер батыры жөнінде, яғни өте керемет комикстар. Біз өзіміздің комикстарымызды іске қостық, және Қазақстанның өзінің неге супер осындай батыры болмасқа деп шешкен болатынбыз. Және біздің комиксімізде негізгі мәселе, яғни сенім, ол сиқырлы күш. Яғни біздің керемет батырларға керемет күш беріп, олардың мысалға жауыздармен күресуде, күш беруде. Және негізгі бір мәселе, егерде сіз өзіңізге сенсеңіз, барлығы қолыңыздан келеді. Тираж первого выпуска был 15 тысяч экземпляров, и он очень хорошо... Таралымда, яғни 15 мың дана болды, және барлық әлеуметтік желі бойынша таралған болады. Так как я уже говорил, что мы ратуем и болеем за развитие казахского языка. Қазақ тілін дамыту үшін жұмыстар жүргізудеміз, яғни мысалға дубляж бойынша және қазақ контенттін осы қазақ тіліне аудару. Студия. Гүргір студия деп аталады, және қазіргі кезде біз Кинопоиск атты стримингтік қызметпен жұмыс жасап жатырмыз. Рик и Мортин атты мультфильмді біз аударып жұмыс жасап жатырмыз. Ол жерде екі буын, екі ұрпақтың өкілдерінің арасындағы күрес көрсетіледі. Бұл жобаның әлеуеті өте жоғары, өйткені қазақ тілдік контентке өте жоғары сұраныс бар. Қазіргі кезде біз қалай жақсы дамып жатқан бір саламыз, ол TikTok House. Екі TikTok хаусымыз бар. Біреуі Yolo House, біреуі Beep House. Yolo House ол ТМД-дағы ең әрі TikTok, оның жазылушыларының саны 19,5 миллион. Қыркүйектің соңында біз 20 миллионнан асамыз, және әлем бойынша номер 1 TikTok House боламыз. Бұл жерде 7 қатысушысы бар. Yolo House'да 7 қатысушы бар. Оларды біз өзіміз тәрбиелеп үйреттік. Арина Кимде біздің осы топ тиктокерда 7 миллионнан асып кетті. Қазіргі кезде олар дамып жатыр. Екінші біздің TikTok хаусымыз Beep House деп аталады. Entertainment'те бізде екі ағалан інілі продюсер бар, Асхат және Азат Халимовтар. Біреуі Beep House'ға, біреуі осы екінші Yolo House'ға жауап береді. Екеуі егіз. Beep House номинант болып, Nickelodeon Kids
Choice Awards жүлдесін жеңіп алған ТМД-дағы ең үздік TikTok House ретінде біз өте маңызды тақырыптарды қозғаймыз. Контент жоспар мен медиа стратегияны біз бұл жерде дамытамыз. Әрине брендтермен қалай жұмыс істейміз, оны туралы айта аламын. Samsung пен немесе Burger King пен пікір осы қалай жұмыс істегенімізді айтқым келеді. Ал бүгінгі мастер-класста біз әлеуметтік жобалар туралы айтқымыз келеді. Өйткені біздің негізгі аудиториямыз ол жастар. Біз неғұрлым контентті іріктеп, сүзгіден өткізіп шығаруды ұйғарып отырмыз. Мысалы, біз алкоголь, темекі шығаратын жұмыс жасамаймыз, және букмекерлік конторалармен де жұмыс жасамаймыз. Біздің роликтарда неғұрлым қоғамда маңызды тақырыптарды қозғаймыз. Барлығымыз визуал болғандықтан біз сіздерге бірнеше мысалдарды таныстырғымыз келеді. Мысалы, Joe Casas жобасының қатысушысы болдым 7 жыл бойы. Әртүрлі қорлармен бірлескен жобалар болды. Біз Аяла қорымен тығыз байланыста жұмыс істедік. Олармен 30-40 жоба жұмыс істедік. Балалар үйлерімен жұмыс істедік. Сонымен қатар жануарлар үйлеріне көмектестік. 2017 жылы бір роликті шығардық. Инстаграмда ол миллион қаралымға ие болды. Біз өте маңызды тақырыпты көтердік. Әр қыркүйектің соңғы жексенбісінде дүниежүзілік саңыраулар күні аталып өтіледі. Сәлем. Қыркүйектің соңғы жексенбісінде дүниежүзілік осы саңыраулар күні тойланады. Сәлем. Мен сіздерге көмектескім келеді. Махаббат, үй, бейбітшілік, рахмет. Халықаралық саңыраулар күні қыркүйектің соңғы жексенбісінде атап өтілінеді. Міндетті түрде достарыңмен бөліс. Мен үшін менің сүйікті роликтарымның бірі, өйткені осы роликті түсірген кезде, бастапқы кезде бізде мынадай концепция болды. Біз негізгі қарапайым сөздерді көрсетеміз деп ойладық. Комментарийда өте көп комментарийлар болды. Яғни есту мүкісі бар адамдар өте көп комментарийлар жазды. Бұл туралы айту қаншалықты маңызды екенін атап өтті. Олар үшін де өте жақсы болды. Біз үшін де бұл жаңа экспириенс болды. Өйткені әлем өте үлкен. Және ол есту мүкісі бар адамдар біздің жанымызда, бірақ оны біз байқамаймыз. Бірақ оларды көрсету үшін оны тым күрделендірмей аудиторияға негізгі бір қарапайым тақырып ретінде көрсету. Сонымен қатар біз қазақ тілін насихаттау бойынша роликтарды өте көп түсірдік. Әртүрлі стилистиканы қолдануға болады. Әзіл түрде қазақ тілінің маңыздылығын көрсетуге болады күнделікті өмірде. Мысалы, қазақ тілінің насихатталуы жөніндегі роликті көретін болсаңыздар, тамашалайық. Қандай әп-әдемі? Қазір күте тұр. Міне оның номері. Қалай? Қараш, маған тиісіп жатыр. Сәлем. Блин, братан, опять гаишник остановил. Мына жерде гаишник мен тоқтатты. Сөйлесіп көрші. Барлығын қалай шешіп тастайды екен осы? Қанзалар, сіз сияқты ержүрек жүрек қазақ деп суат жігіттер. Ясына қарапайым балдар жібермейсің. Не болады? Блин, надо казахский нормально выучить. Қазақ тілін жақсылап үйрену керек. Очень часто мы в работе с брендами или фондами замечали, что они боятся применять. Брендтермен жұмыс істеген кезде, қорлармен жұмыс істеген кезде, олар әзілді қолданудан қорқады, қашқақтайды, және аудиториямен оның тілінде сөйлесуге онша
мән бермейді. Ал шынына келгенде ол аудиторияға өте жақын және роликта біз көрсеттік. Қазақ тілінің қаншалықты тұрмыста күнделікті өмірде қажет екенін көрсеттік. Және қазіргі кездегі өзекті трендтер мен челлендждарды да міндетті түрде көрсету керек. Абылайхан осы туралы айтады. Мысалы, тұрмыстық зорлық мәселесін көтердік. Біз бір мақаланы оқыдық. Пандемияда Қазақстанда 2 есе көп ресми түрде тіркелген тұрмыстық зорлық құрбандары болды. Яғни біз оларды қарап отыратын болсақ, осы роликті түсірмес бұрын біз жалпылама талдау жүргізген болатынбыз осы тақырыпқа және көптеген түсініктерді оқи отырып, қоғам, яғни бұл проблеманың бар екендігіне сенбейтін көрдік. Сондықтан да осы адамдарға бұл проблема бар екендігін және ол шынайы екендігін және бұл проблемаға кез келген адам кезігетіндігін көрдік. Сондықтан да біз танымал челленджі алған болатынбыз және бұл роликті жүргізу барысында бұл челленджге TikTok'та яғни 2,5 миллион видеоролик түсірілді және ол 4,5 миллиард яғни қаралымды жинаған болатын. Қазір көрсетуімізге болады ғой. Және бұл жерде ең басты біздің мақсатымыз қоғамға бұл проблема шынайы екендігін, екіншіден бұл проблема жөнінде сіздер айтуларың керек, ашық айтуларың керек, өйткені бұдан қорқудың қажеті жоқ. Әйтпесе қазіргі осы тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбаны ертең ол одан да яғни үлкен зорлық-зомбылыққа ұшырауы мүмкін. Және егерде жаңалықтарда мысалға тұрмыстық зорлық-зомбылық жөніндегі роликтар 30 мыңдай қаралым жинаса, бізде бұл ролик яғни 2 миллион қаралымды TikTok'та жинады және 1,5 миллион қаралымды Instagram'да жинаған болатын. Адамдар комментарийларында жазған болатын, бұл проблеманы көрсету керек. Бұл проблема бар және қазір кезеңде бұл проблема яғни осылай көбеюде деді, бірақ біз қылмыстық кодекста басқасын қарастырған жоқпыз. Яғни біз бұл проблеманың бар екендігін және бұл проблеманы туралы яғни қоғамға айту керек. Келесі кез мен естеріңізге салғым келіп отыр. Біз сұрақтар мен жауаптарға уақыт қалдырамыз және сіздер өздеріңіз сұрақтарыңызды чатқа жазып қоюларыңызға болады. Біз сұрақтарыңызға жауап береміз. Следующая важная тема – это защита природы. Келесі бір маңызды тақырып табиғатты қорғау. Әсіресе Қазақстанның мынау қастерлі жерлері, мысалға айтатын болсақ, қасиетті жерлері, олардың барлығы мысалға бір вандализм жағдайына ұшырауда. Сондықтан да бұны да екі жағынан қарауға тырыстық. Біз өзі бірлесе отырып, мысалға Жаңа дүние қорымен Борабайда сенбілік өткізген болатынбыз. Оның негізінде яғни осы тастарды тазарттық, өйткені бұл тастардың барлығына неше түрлі балағат сөздер немесе өзінің сезімін білдірген сөздер жазып қойған болатын. Екінші бір басты мезет, біз осы арқылы блогерлерді оқытып көрсетіп үйреткіміз келді. Бексұлтан айтып өткендей, TikTok хаустың орташа жасы 19-20 жас, яғни жас адамдар. Біз адамдарға көрсетіп қана қоймай, өзіміздің аудиториямызда осы балаларды да, яғни тәрбиелегіміз келеді. Адамдарды, жастарды тәрбиелеп, яғни олар келесі бір өскелең ұрпақты тәрбиелейтінде жағдай жасаймыз. День земли. Енді жер күні оны бірлесе отырып біз Николодин каналымен жасаған болатынбыз. Мұнда үлкен бір талдау өткіздік және мәселен мынандай бір жағдайды көрген болатынбыз. Discovery, National Geographic, Леонардо Ди Каприо қазір ол экология үшін шарқыруда және олардың көрсетіп жатқаны осы экологиялық апаттардың зардаптары. Бірақ біз осы экологияның яғни зардаптары емес, осы экологияны қалай қорғау керек, яғни соны түсірген болатынбыз. Сондықтан да мәселен алғашқы шикізатты қалай өңдеу керек. Невозобновляемые ресурсы. Қайта қалпына келмейтін ресурстар жөнінде қазір роликтен оның бәрін көрсетейік. Біз планетамызға қалай көмектесе аламыз?
Стой! Тоқта, біз осы планетамызға көмектесеміз деп шештік қой. Сондықтан да қазір бастайық. Қазір, иә. Мысалға, егер сен тамағында жеп болмасаң, оны, яғни осы тамақтарды салатын контейнерге, ал пластикті екінші бір өңдеу үшін салу керек. Бірақ оны жуып алған жөн ғой. Жақсы. Міне соқтан қалған, шырынан қалған пакет бар, оны да яғни шайып алып керек. Содан кейін қайта өңдеуге жібереміз. Керемет, енді кезекте біз осы қораптардың барлығын, яғни қайта өңдеу үшін өткізуімізге болады. Ескі батареяны да яғни өткізуге болады. Өзіміздің жер шарымызға көмектесу қиын емес, жай ғана дағдыларыңды өзгерту жер шарын бақыт етеді. Және сұрыпталмаған қоқыс жерді, сен мұхиттарды, яғни ластауда. Сондықтан да қоқысты сұрыпта олардың барлығы осы қоқыс үйінділерін қысқартады. И еще один ролик. Как помочь планете? Тағы бір ролик. Планетамызға қалай көмектесуге болады. Перестань. Тоқтат. Вода что намыливаешься? Сен суды құр расып алып қайта-қайта ағызып қоя берме. Я все понял. Мен барлығын түсіндім. Жер шарына көмектесу қиын емес, жай ғана дағдыларыңды өзгерту біздің планетамызды одан сайын бақыт ете түседі. Және барлығын үнемдей отырып, біз ресурстарды үнемдейміз. Мысалға, суды пайдаланбаған кезеңде суды тоқтатып қой. Пейпхаус, Никелодион үшін. То есть здесь мы совместно с Никелодион приняли решение. Никелодионмен бірлесе отырып, яғни олардың негізгі аудиториясы 7 жастан бастап балалар, ал бұл тақырыпты көптеген блогерлер яғни қозғамауда. Сондықтан да біз өте бір осындай қарқынды, тез роликтарды түсіреміз деп бел шешкен болатынбыз. Яғни мысалға айтатын болсақ, судың өзінің сақталуы бұл теңізге тамған бір тамшы секілді, бірақ та біз қаншама суды яғни сақтай аламыз. Және бүгінгі күні оны дағдыларына ендере отырып, біз экологиялық проблемаларды шешеміз. Және келесі, және бұл жерде атап өтетін басты мәселе бар. Мысалға, аудитория, және олар бақылап отырған адамдар, кімдерге яғни үлпіл қойып отыр, немесе кімдердің видеосын көргісі келеді. Біздің контентіміз осындай бір роликтардан ғана тұрмайды. Бізде басқа да яғни қызықты контенттер бар, бірақ біз осы роликтарды қоса отырып, яғни қарап отырсаңыздар, олардың тілмен және сол кейіпкерлермен айтатын болса, оларға барлығы түсінікті болатындай түсіруде. Келесі тақырып бұл осы таңдау еркіндігі, өйткені біздің барлығымыз 21 ғасырда өмір сүргенімізбен әртүрлі яғни таптаурындар бар, немесе белгілі бір пішімдер, мысалға белгілі бір шаблондармен өмір сүру деген секілді. Сондықтан да жаңа дүние қорымен бірге біз фотосессия түсірген болатынбыз. Адам қалай болуы мүмкін? Ол кім болғысы келеді емес, ол өзіне сол рөлдің ұнауы. Егер де сіздер суреттерге қарайтын болсаңыздар, мына фотоларға, біз ең бір талқыланатын тақырыпты алдық. Жалпылама өзі әйел қандай болу керек? Мына жағында, сол жағында жолдасымен, баласымен әйелді көріп отырмыз. Мына жерде де яғни өз өміріне көңілі толған әйел, бірақ ол басқа рөлді таңдап алған. Және әйел өзі таңдау жасаған. Және заманауи әлемде көріп отырсыз, сіздің өзіңізге ұнағаны жөн, яғни әртүрлі таптаурындар, шаблондарға қараудың қажеті жоқ. Қоғам сізге кім болуыңыз керек екендігін айтпау керек. Және біз көптеген роликтарды, фильмдерді көрген болатымыз осы тақырыпқа, бірақ біз осы тақырыпты яғни ойын түрінде көрсеткіміз келді. Мысалға, мынау ролінде де әйел бақытты, мынандай ролінде ер адамда деген секілді. Және біз осыған дейін атап өткенде, мұнда бізде TikTok хауста 18 инфлюенсерлар бар, яғни олар өте жас,
адамдар және ежедневно, можно сказать, работаем. олар көбіне осы жұмыс Тоже барысында бывают психологиялық әртүрлі проблемаларға ұшырауы мүмкін және таңдау еркіндігі де олардың алдында тұрған мәселе болатын. Мысалға тиктокер болума немесе белгілі бір мамандыққа оқуға, мысалға заңгер, олар басқа бір жолды таңдап алды. Шығармашылық, яғни осы мамандықтарды өздері таңдап жұмыстарын жүргізуде бұл таңдау еркіндігі бізге де көмектесу, яғни қоғамға да көмектесу. Менің ата-анам әлі күнге дейін немен қалай ақша табатынымды өздері әртүрлі етіп болжауда. Енді барша адамдар үшін, яғни білім беру. Біз бұл жерде осы қормен немесе өзіміз жәрдемдесуді алған болатымыз. Аяла қормен тығыз жұмыс істейміз және 90 сайын немесе жарты жыл сайын шалғай жатқан өңірлерге, аудандарға барып, мысалға, немесе аз қамтылған отбасы балаларын оқытып үйретеміз. 2 жыл бұрын Аяла қормен бірге 400-дей баланы, яғни блогинг пен бейне роликтарды түсіруді үйреткен болатымыз. Яғни қарап отырсаңыздар, осы GKS Entertainment, яғни компаниясынан барлық біз өкілдеріміз апта сайын осы мастер-класстарға барып, базалық, яғни мамандықтарға үйреттік және 4-5 лет они станут 4-5 жылдан кейін олар өте бір керемет продюсер ретінде қазақстандық киноны дамытады деген ойдамын. Және бұл кейста біз осы өңірде, яғни 9000-дай комиксті таратқан болатымыз және оны басында айтып өтті. Ол әртүрлі тілде болды, ағылшын, орыс, қазақ тілінде. Біз, яғни, оларды оқытып үйретіп қана қоймай, сонымен бірге тілді, яғни осындай жоғары деңгейде шығарған болатымыз. язык, который им более понятливый. Олар қай тілді дамытқысы келсе, соған байланысты жұмыс жасайды. Үлкен рахмет, осымен аяқтадық. Егер сұрақтарыңыз болса, TikTok бойынша, YouTube бойынша Бексұлтан екеуміз ол сұрақтарға жауап беруге дайынбыз. Сіздермен сөйлескіміз келеді. Егер сұрақтарыңыз болса, Еуразия медиа форумының чатына жазыңыздар. Және залданда сұрақтар болса, біз қолданатын құралдар жөнінде, практика жөнінде, әлеуметтік жобалар жөнінде және басқа да сұрақтар қойсаңыздар болады. Маған сіздердің презентацияларыңыз өте ұнады. Яғни адамдарға үйретеміз деп айттық, осы қоғам жөнінде. Мен саяси тілшімін. Менған өте қызық бұл ұстаным дәстүрлі құндылықтарға қарама қайшы сияқты ғой. Өйткені сен мысалы отаныңды қорға деген құндылық бар ғой. Ал сіздердің айтып жатқандарыңыз саған ыңғайлы болса болды бәрібір. Ал сіздер балаларды былай үйретіп жатырсыздар. Қоғам, ересектер, отанды қорғау, бұл бәрібір қызық нәрсе емес. Өзіңе ыңғайлы болса да. Сендер өздеріңе мақсат қоймауың мүмкін. Сен өзіңді ыңғайлы сезінсең, жеткілікті деп балаға соны үйретсең, ол біз басқа нәрсені қозғап жатырмыз негізінде. Өйткені біз сенің қоғамдағы рөлінің маңыздылығы туралы айтып жатырмыз. Біз өзімшілдік туралы айтып жатқан жоқпыз. Сен үшін ғана маңызды нәрсе маңызды деп айтып жатқан жоқпыз. Өйткені біз қоғамда, яғни қоғам сені адам ретінде қабылдай білу керек. Немесе бұл жерде өзімшілдікті таңдау емес. Біз белгілі бір адамның құқықтарының бостандығына қарама қайшы бір нәрселерге итермелеуге қарсымын. Мысалы, балаларын механик бол деп мәжбүрлесе ата-анасы, бұл сенің құқықтарыңды таптау, былайша айтқанда. Яғни, әрине басқа құқықтар да бар, бірақ олардың барлығына біз кіріспейміз. Может быть, есть вопросы из онлайн-чата? Онлайн-чаттан сұрақтар бар болса, біз оларға жауап беруге әбден дайынбыз.
Мен сұрағым келеді. Маған презентация өте қатты ұнады. Мен мынаны сұрағым келеді. Сіздердің форматтарыңызды жаңалық жеткізуді қолдануды ойланған жоқсыздар ма жастарға? Өйткені қазіргі кезде 21 ғасырда жаңалықтарды жеткізетін платформалар көбінесе өте қатаң, өте ресми түрде оны жүргізеді. Сондықтан балалар оған қарамайды, жастар оған қарамайды. Ауғанстан, пандемия сияқты тақырыптар форумда қамтылады. Осы туралы ойландыңыздар ма? Күнделікті жаңалықтарды жастарға сіздердің форматтарыңызда жеткізу туралы ойландыңыздар ма? Өте жақсы сұрақ. Иә, шынында да бұл туралы ойландық. Жаңа формат туралы ойландық. Жаңалықтың жаңа форматы. Мүмкін біздің TikTok хаустарымыздың бірі белгілі бір уақыт өткеннен кейін осы жаңалықтарға келетін шығармыз. Өйткені біз балалармен бірге қазіргі кездегі Қазақстанда өте көп фейк жаңалықтар таралғанын білеміз, және WhatsApp рассылкаларда өте көп, өте қиын бір қорқыныш нәрселер болып жатыр деп жалған ақпаратты таратады, жастар оған сенеді. Жақында ғана осы туралы ойластырғанбыз, жаңа осындай форматта жаңалықтарды жеткізу. Жақында Мәскеуде болды. Алина Ким бір жобада қатысты. Біздің блогерларымның біреуі, олар өте қысқа форматта жаңалықтарды жеткізеді. Яғни соңғы жаңалықтардың дайджесті. Short form news, ол кәдімгі ресми жаңалықтар түрінде емес, бұл блогерлік форматта жаңалықтарды жеткізу. Яғни өз тілінде. Алина, хей балалар, сәлем, бүгін жаңалықтар осындай, мен осы туралы естідім, сендер не ойлайсыңдар? Ең маңызды нәрселерді жеткізеді. Бұл жерде дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарында интерактивті пікірталас жоқ. Ал бұл жаңа форматта аудиторияның өкілі бір сұрақ қоя алады, пікірталасқа қатыса алады. В том формате, в котором мы это видим. Но, наверное, со временем в ТикТоке появится такое. ТикТокта уақыт өте келе осындай пайда болады деген үміттемін. Мысалы, жаңалықтарды жеткізіп, содан кейін дәл сол жерде комментарийда аудиториямен пікірталас жасауға болады. Yellow House'та бізде тікелей эфирлар болады, онда спортшыларды, басқа блогерларды, жұлдыздарды шақырамыз, белгілі бір тақырыптарды қозғаймыз. Осы тікелей эфир форматында TikTokта осыны жүргізуге болады. Бұл өте жақсы идея деп ойлаймын, оны қолға аламыз. Далада подкаст деген бар бізде, ол сонымен айналысады. Біз белгілі бір жаңалықты аламыз, мысалы, достастық жөнінде, қазақ тілі жөніндегі жаңалықтар, басқа адамдармен оны талқылаймыз. Яғни біз оны сарапшылармен емес, қарапайым адамдармен, сол жаңалық оларға әсер ететін адамдармен сөйлесеміз. Біз 4 пилотты түсірдік. Мінсіз форматқа жеткен жоқпыз әлі, әрине жаңалықтарды жеткізу. Өйткені қазақ тілінде қазір сондай жоба жасаудамыз. Пивовар, Ксения Собчак, Руслан Усачев сияқты тәуелсіз блогерлар болады, орыс тілде осы жаңалықтарды жеткізетін. Ал қазақ тілінде ондайлар көп. Қазақ тілінде көбінесе жаңалықтар тек қана дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарында кәдімгі әдемі жүргізушімен костюмда жеткізіледі. Біз 4 пилотты түсіріп тастадық қазақ тілінде, ал енді 5-ші, 6-шыны түсіреміз. Біз балаларға, жастарға таяу шығыста болып жатқан қақтығыстар туралы, экологиядағы дағдарыс жөніндегі жаңалықтарды жеткіземіз. Біздің елде міндетті түрде бұны жасаймыз, өйткені маңызды жаңалықтар жастарға да жету керек. Сәлеметсіздер ме? Менің сұрағым мынадай. Сіздерде TikTok House бар, иә? Бізде Өзбекстанда өте үлкен бір проблема бар. Қоғамда бөлініс бар. Мүлдем TikTokқа қарсы адамдар бар. Әлеуметтік желіні мүлдем жауып тастайық деген адамдар бар. Және бұл мәселе, яғни саясаткерлер деңгейінде бұл мәселелер көтеріліп жатыр. Сіздерде осындай проблема бар ма?
же против там традиций, вот они все. Яғни TikTok дәстүрге қарсы, тиктокерлар дәстүрлерді мүлдем бұзады деген ойлар бар ма? Қоғамда қандай пікірлер? Иә, әрине, ондай қарама-қайшылықтар болады. Біздің жолымыз болды деп айтуға болады. Қазақстанда болғанымыз жақсы болды біз үшін. Біз TikToktың офисімен сөйлестік. Озвучили очень большие цифры Олар людей, которые сидят в ТикТоке. Но нам повезло, что TikTokта отырған адамдардың саны өте үлкен. Қазақстанда бізде қолдау көрсетіледі және біз Еуразия медиа форумында сөз алып отырмыз. Жақында Бақытжан Сағынтаев Алматы қаласының әкімі TikTok хаусқа келіп, тиктокерлармен сөйлесіп, олардың пікірін естіді. Әлеуметтік желіде ол пост жазды, яғни комментарийларды оқыдым. Осы мақаланың астында, яғни әсіресе әкімнің парақшасында тиктокерларды тыңдадым дегенде комментарийда жазыпты, тиктокер деген кім, ол үшін онымен кездесудің қажеті не деген. Бірақ инфлюенсерлар, олардың 10 миллион адам жазылған болса, міндетті түрде ол 10 миллионға бір хабарды жеткізеді. Олардың пікірмен бәрібір сөйлесу керек, оларды есепке алу керек. Бірлесе отырып стратегияларды жүзеге асыру керек. Біздің кейстарымызды көрдік қой. Біз дұрыс нәрселерді сауатты түрде өзіміздің форматта жеткізе аламыз және насихаттай аламыз. Осы месседждарды дұрыс жеткізу керек жастарға. Мемлекеттік сектор тарапынан енді бізге ешқандай қақтығыстар болған жоқ, керісінше қолдау ғана. Біздің ақпарат министрі Айда Ғалымовнамен де кездестік, яғни бұның барлығы әлемдік деңгейге шығып жатқанын көріп отыр. Bip House шілдеде Forbes-тың бетінде болды. Осы мүмкіндіктерді көре отырып, осы цифрларды көре отырып, әрине олар қолдау көрсетеді. Әрине, бірақ бізде балаларда олардың образдарына байланысты бір түсініспеушіліктер болады. Әсіресе Bip House қатысушылары, олар түрлі түсті киімдер киеді, шаштарын бояйды, кейбір ұлдарымыз тырнақтарын бояйды. Ол 91 тобының бір үлесі деп айтуға болады. Q-поппен айналысатын осы Q-поп тобы, олар бірінші болды. Бүкіл хейтті солар, былайша айтқанда, өздері жинақтады. 5 жыл бұрын бүкіл хейт соларға төгілді. Ал қазіргі кезде қоғамда, әсіресе Алматы қаласында біз тұрамыз. Сауда орнына барсаңыз, TikTok түсіріп жатқан жастарды көресің көптеп. Мен жақында Игорь Цаймен сөйлестім, ол продюсер, ол Лос-Анджелеста тұрады, Алматыда келмегені көп болды, және жақында осы Алматыға келгенде ол былай деп айтты. Далада ұялмай бейнероликтарды түсіріп жатқан жастарды көрдік, ол жақсы емес пе? Боянса не болыпты? Кейбір кезде менің құрдастарым да сұрайды, неге сенің шаштар боялған, тырнақтар боялған тиктокер? Ал сен бір 5 жыл бұрын сен де милирование жасап едің ғой деп айтам. Қоғамда енді мүлдем қабылдама, оларды ұрып соғу, немесе ұрсу деген болған жоқ шынына келгенде. Өзбекстандағы жағдай туралы білемін, естідім. Осыған байланысты үлкен проблемалар бар екен білем. Сіздерде де TikTok хаустар бар, видео түсіретін. Бірақ менің ойымша, уақыт емші барлығын шешет деп ойлаймын. Аудитория бар, олармен жұмыс істеу керек. Жай ғана, былайша айтқанда, ұрсып, қолынан соғып, тиым салып тастағаннан түкте шықпайды деп ойлаймын. Бірлесе отырып жұмыс істеу керек. Мен де Өзбекстаннанмын, сәлеметсіздер ме? Сіздер сериалдарға да продюсерлік жасайсыздар. Мен мынаны білгім келеді. Сіздердің продакшн командаңыз жөнінде барлығын өздеріңіз жасайсыздар ма сонда? Біз мынадай мәселеге келдік. Біз үлкен ірі роликтарды продюсерлікті өзіміз жасаймыз деп ойлағанбыз, бірақ өте қиын болды. Реквизиторлар, гримерлардың жұмысы. Сіздер бұл осы продюсерлік, осы продакшнды қалай жүзеге асырасыз? Қандай техникамен жұмыс істейсіздер? Командаңызда неше адам бар? Екінші сұрақ.
интерншип, например, если мы интерншип мүмкіндігі бар ма, интернатура мүмкіндігі бар ма, стажировка жасасақ, мысалы, біз өзіміздің қызметкерлеріміз сіздерге жіберіп, олар тәжірибені дамытса. Өзбекстанмен жұмыс істейміз, бізде абстракт атты бар, ол өте мықты продакшн. Біз қарашада осы жұмыс жасадық, ролик түсірдік, Секавайнстың қатысуымен осы заводқа ролик түсірдік. Әрине, продакшн түсіріліміне бірден келген жоқ. Біз 2015 жылы бастадық. Бірінші 5-ші айфонға, 6-ші айфонға, содан камера сатып алдық. Содан кейін ақырындап жұмысымызды жалғастыра бастадық. Клиптар түсірдік. Бірінші өзіміз үшін клип түсірдік. Содан кейін біздің балалар, біздің командамыздың бір мүшесі Жандос Джахалеп және Джони сияқты әртістерге түсірілім жасады. На Наурыз. И со временем, конечно, мы просто пришли постепенно к этому. Және біз біртіндеп осыған келген болатынбыз. На съемках сериал «Королева двора» у нас было около. Яғни бізде Аулах патшайымы деген роликті түсірген кезінде продюсерларды, гримерларды, продюсерларды барлығын есептеген кезінде көптеген адамдар осы роликті түсіруге қатыстық. Және ол қаншалықты қиын екендігін білеміз. Мысалға, және біз соңғы сериалды жаңа камерамен түсірдік. Ред камера ол өте жинақы шағын камера, бізде барлығы ол қолайлы болды. Және бұл балалармен түсірген сериал болған болатын. Және қазіргі кезде үлкен бір видео продакшндар, яғни Қазақстанда бізде өте көп. Және видеографтар көп. Және кейінгі жарты жылда көп болған болатын. Что выступление обсудить о возможности интерншип. Нам в целом интересен рынок Узбекистана, и мы видим в нем большой потенциал. Және Өзбекстанның да үлкен әлеуетін көріп отырмыз. Біз осы түсірілімге барған кезде оның барлығына қатысты айтатын болсақ, осы Ташкентке осындай жағдайды көрген болатынбыз. Қазір Алматыда жағдай жақсы. Онда бізде ренталов, яғни продакшндар көп, олар барлық құрал жабдықты беруде. Және қазір кезде біз осы Мәскеу қаласында болғанда, яғни Алматы креативті хаб болуда, бейнемейкерлар, продакшндар, біз оны талқылауға дайынбыз. Осылай. Және егер де бір команда жөнінде айтатын болсақ, біз осы жоспарларымызды дамытудамыз. Яғни Netflix, сіздер білесіздер, ол командада, яғни middle мамандар жоқ, junior, онда яғни сенерлар жұмыс істейді, және біз осыған ұмтылудамыз. Негізгі біздің бөлігіміз 60-100 адам емес, яғни қарап отырсаңыздар 10 адам, және олардың әрқайсысы өздерінің салаларында, яғни сенер болып табылады. Біз 2015 жылдан бастап осыны қараған болатынбыз, яғни сценариймен белгілі бір проблемалар туындағанда, қаржы, заңгерлік жағына жауапты адам ретінде мен бұл проблемаларды білмеймін. Мысалға, осы департаменттағы сенер оны. Там бывают проблемы, очень часто, особенно с авторским. Және мысалға авторлық құқыққа байланысты мәселелер бар. Бека никогда не узнает. Және менің проблемаларым жөнінде, мысалға, Бек Сұлтан оны білмейді. Өйткені бұл жерде көптеген мәселе, ол өте маңызды, яғни өзіндік бір мамандарды, яғни сенер мамандарды жинап алсаңыз, олар өзінің саласы үшін жауап берсе, диас мысалға бұрын роликтарды Америкада түсірген болатын, және техникамен істейтін нәрселер туралы біз оны сұрамаймыз да, ол мысалға мынау тізім керек, біз осы тізімді береміз, және ол өзі барлығын әрі қарай істейді, және соның нәтижесінде бір осындай нәтиже алудамыз. Сондықтан да сіздер сенер мамандарды алыңыздар, оларды және өздеріңіз әрі қарай өсіріп дамытқандарыңыз жөн. Өйткені біздің командамыз мысалға 7 жыл бойына біз бір-бірімізді білудеміз, және осы командада, яғни қарап отырсақ, мынандай бір мәселелер барған болатын. Қыздар сценаристер бізде 8 сценарист, және олардың барлығы жігіттер, және осы түсіне отырып, мысалға, Аула патшайымы ролигінде, онда, мысалға айтатын болсақ, 8 жігіт жазуда, және олар сценарий жазған кезде ол барды, ол деп жазады, және Шыңғыс кел, осы сценарист қыздар жоқ, содан кейін істейміз, одан кейін бюджет қосымша бөл, осы қыздар керек деп айтқан болатын. Мен оны жоқ дедім, оны өсіріп шығарайық, дамытайық дедім, және 2 жас қызды біз қазір жұмыс қалдық, оларды біз оқытып үйретудеміз, әрбір кезеңде оның барлығын көрсетудеміз, және оның базалық негізін көрсетудеміз, және осындай
затрагивать разные темы. мамандар дамыта отырып біз әртүрлі тақырыптарды қозғаймыз. Бізде мысалы айтатын болсақ, әртүрлі осындай роликтар түсетін болса, оның барлығы маңызды. Ол TikTok-пен байланысты емес, бірақ та продакшн, яғни осындай мәселелер бар. Если еще есть вопросы, да, мы готовы. Егер де сұрақтарыңыз болса, дағы жауап беруге Yes, we have a дайынбыз. question online and it's in Russian, so my colleague will ask it. Окей. Онлайн, яғни сұрақ қояды, бізде бір сұрақ келіп отыр. В каком формате можно размещать Яғни новостной контент? жаңалықты осы TikTok-та қандай форматта жариялауға болады? Мысалға, саяси жаңалықтар мен TikTok-қа кіруге бола ма? Я, менің ойымша, осылай істеуге болады. Момент удержания Және внимания в ТикТоке. осы Вот в первые 3 секунд, если вы мысалға, 3 удержать, секундта сіздер аудиторию, то тогда у вас аудиторияны ұстай алсаңыздар, онда барлығы мүмкін болады. Яғни бірінші кезекте сол аудиторияны сіздер өздеріңізге қарата білуіңіз керексіздер. Және ол кезең-кезеңмен, мысалы айтатын болсақ, осы әртістерді, яғни дұрыстап айтпауда, мысалға Моргенштерн деген секілді, және бұл видео вирус түрінде жан-жақты қаралым жиналуда, сондықтан да бұның барлығы мысалға осы қалай жасалынады, белгілі бір аудитория в целом в интернете, мы Біз давно это поняли, они очень любят комментировать и делать подмечания. осы мәселелердің барлығын қарастырамыз, және біз өзіміздің роликтарымызда, мысалға, телефонды дұрыс ұстаған жоқпыз, мысалға, төңкеріп ұстаған болатынбыз, немесе телефонның орнына басқа бір зат ұстап алған болатынбыз, және адамдар осындай заттарды қарай отырып, бұл дұрыс емес, бұл бұлай болмау керек деп айтқан болатын. Және бірнеше секундқа, яғни осы дыбыс жоқ болып кетеді. Және бұл жөнінде, мысалға, 10 мыңдаған комментарий болды. Сіздерде, мысалға, 25 секундта дыбыс болмай қалды деген секілді. Бірақ ол өзінің, яғни, осындай ұтымды тұстарын көрсетті, және біз осындай технологияларды пайдаланамыз, бір нәрсені әдейі дұрыс жасамаймыз, осы арқылы, яғни аудиторияны қарата аламыз. Бұл TikTok-та да қолдануға келеді деген ойдамын, және мұнда мысалға аккаунт бар, бірінші тұлға деп аталады, және олар өздері Путинге байланысты әртүрлі роликтар түсіруде, мысалға әртүрлі челленджер, тағы да басқа, бұл технология қалай аталатынын білмеймін, deepfake деп аталады, және осы deepfake пайдаланады, және біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлына байланысты TikTok пайда болды, оны кім жасағанын білмеймін, бірақ мұнда продакшн сол қажетті да жағдайда емес, және барлығы шынайы түрде жүргізілу керек. Бір қатар референсті ұсынғым келеді, олар Стас Давыдов, мысалға сіздер осы Стас Давыдовты қарайтын болсаңыздар, мысалға сонымен бірге америкалық телеканалдар, олар әлеуметтік желіні қарауда, мысалға теледидар үшін арнайы түсіндірілетін нәрсе, ол YouTube-қа немесе Telegram-ға бармайды. Руслан Исачев, Артемий Лебедевті қарауыңызға болады, және TikTok аккаунт бар, егер ол Punchline News деп аталады, және өте жақсы жасауда, бірақ рет оны бірнеше рет бұғаттағысы келді, өйткені онда балағат сөздер көп. В чем? Там Мишка читает новости. Иә, онда мысалға ойыншық қонжық, яғни жаңалықты оқитын, яғни қарап отырсаңыздар осындай TikTok-та барынша қолданбалы деп айтқым келеді, және осындай кейстар бар. Иә, оны бұғаттағандар жөнінде, яғни білеміз, бірақ та осындай әрбір, мысалға TikTok-та бір қимылдар үшін банға ие болулары мүмкін, және бұл осы балалар контентіне байланысты айтатын болсақ, мысалға 14 жасқа дейін ол өзі бір кадрда бір өз ғана болатын болса, ол видео, яғни бұғатталып тасталады. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Сәлеметсіздер, таныстырылымдарыңыз үшін рахмет. Сіздің барлық көрсеткен роликтарыңыз орыс тілінде түсірілген, ал сіздер, мысалға, қазақ тілінде осы TikTok-та контент қаншалықты, мысалға айтатын болсақ, осы пайдалы болуы мүмкін, және Қазақстаннан тысқары жерде сіздің роликтарыңызды қалалықты көруде, қазір кезеңде бізде өте бір, яғни визуал жоқ, мен сөзбен айтып келтіруіме болады. Яғни мұнда
Американ тарапынан көріп отырғандай осындай қызығушылық бар екенін көрдік. Кейінгі әсіресе жарты жылда бұл үлкен аудитория ТМД елдерінен, яғни бізді барлық Қазақстан қарауда, көруде. Интересная история о том, что как бы у нас уникальная Және история в плане бізде TikTok хаоса. екі TikTok хаус бар, және өзімізді әртүрлі TikTok хаустар ретінде позициялаймыз. Яғни мысалға Мәскеуде жуырда түсірілім жасаған болатынбыз, онда топ хаустар, яғни бізде компанияда екі хаус болғандығын көріп таңғалды. Өйткені Они снимают больше тему аниме. яғни көбіне аниме түсіреді, және біздің командада өзіміз джуниор деп аталамыз, және олар басқа тақырыптарға түсіруде. Нишные, там, мультяшные ролики. Мысалға Они нацелены на... мультфильм түріндегі роликтарды, ал хаус ол өзіндік Америка жасөспірімдік, яғни контентті түсіруде, және олармен біз талқылау барысында өздерін, яғни сіз оны өзің үйде қайталай аласың достармен деп түсіндіреді. Және мұнда бізге пандемия, яғни кезінде барлығы үйінде отырды, сонымен бірге TikTok'ты қараған болатын. У Йола хаус в странах Азии. Йола хауста, яғни Жапония, Кореяда. Мұнда да көптеген фан-база бар, мысалға Филиппинда, Индонезияда. Сонымен бірге мынандай бір медальдің мына жағы бар деп айтуға болады. Бұл TikTok'та, яғни relationship деген өзіндік қатынастар, мысалға адамдар өздері TikTok хаусқа қатысушылардың арасында белгілі бір қарым-қатынастарды орнатқысы келеді. Және Вьетнамда бізде фан-паблик бар екендігін көрдік. 2 миллиондай адам осы фан-пабликта. Бізде сонымен бірге оның барлығын түсіндіріп жату өте қиын, бірақ бізде осындай тиктокерлар бар. Және аудитория олардың бір-бірімен кезігуін қалайды, кездесуін қалайды, олар әртүрлі оқиғаларды түсіруде. Ол Вьетнамда үлкен бір комьюнити, өйткені біздің жігіттер осы қай ұлттан екендігін, яғни олар қазақ па, немесе азиат па, немесе австралиялық па деген секілді біз, яғни комментарий түсірген болатымыз. Олар Гавай тұрғындарына ұқсас деген секілді. Мысалы қарайтын болсақ, шын мәнінде не себептен олай емес деген. Шын мәнінде, яғни осындай бір өзгерістерді көреміз. Мысалға айтатын болсақ, осындай тұстары бар. Бізде Қазақстан тұрғын халықтар саны тек қана 19 миллион. Егер де онлайн сұрақтар болатын болса, тағы да жауап беруге дайынбыз. Немесе аудиториядан. Менің сұрағым бар. Сіздер өздеріңіздің видеоларыңызды TikTok'та қандай тренд болу үшін не істейсіздер? Яғни қандай инструменттерді, хэштегтерді пайдаланасыз? Мүмкін сіздердің бір өзінде құпияларыңыз бар шығар. Ол кешенді түрде осы сұрақты қараудамыз, және әрбір кезде бұл бір диджитал, мысалға соғыста қатысып атқан секілдіміз. Егер де сіз трендке келгіңіз келетін болса, мысалға Инстаграмға қарағанда TikTok ол қатадындау, мысалға айтатын болса, айына бір челлендж, 3 айына бір рет челлендж пайда болған болатын. Яғни содан кейін ол пайда болды, және ол тренд 1 айдың көлемінде созылған болатын. Барлығы оны түсірді, қарады деген секілді. Ал TikTok'та күн сайын, яғни жаңа тренд. Мысалға біз айына бір 35-40 жаңа трендтерді көрген болатынбыз. Әуендермен, бимен байланысты, және не нәрсе о жерде көбейіп кетуі мүмкін. Мысалға 5 жыл бойы жатқан жаңа видеолар өздері маңызды болып кетуі мүмкін. 2000 жылғы роликтар мысалға. Который клип сняли когда? 4 года назад? Да. Мысалға зын-зын ролигі. Яғни сіздер білесіздер, Жокаст, оған зын-зынды түсірген болатымыз, және 4 ай бұрын осы TikTok'та өзінің өмірі пайда болды. Біз еш нәрсе жасаған жоқпыз, және оны біреу осы вирус ретінде, яғни зын-зынды көрсеткен болатын, және барлығы түсіре бастады. Сондықтан да 10 миллиондай яғни қаралым жинады. Ең бастысы, мысалға күнделікті осы түсіру, көп нәрсені түсіру, және барынша көп түсіру. Мысалға YouTube'та, YouTube аналитик ретінде мен сіздерге оның алгоритмін жазып аламын. Ал TikTok'та сіздер көп түсіріңіз, яғни күнделікті түсіріңіз деген секілді мәселе. Яғни осыған байланысты біздің TikTok хаус 100 бейне роликті түсірген болатын. 127 болған жақтары бар, олар әрқайсы өздерінің парақшаларына түсіргеннен кейін біз оларды
мысалға күніне 10 роликтан қойдық, және осындай ретінде адамдар Как в сказках бывает, на бір ай 28 бойы өмір сүрген болатын, және вы попали в топ 28-ші күні біз ұсынымдарға кірдік, и ребята және набрали 10 миллионов подписчиков. 10 миллиондай яғни жазылушыларды Но важно жинаған болатын, және бұл жерде оны талдаған жөн, және кім келіп жатыр, және бұл толқынды ұстап тұру, куда все движется. яғни барлығы қайда Можно искусственно создавать тоже тренды свои. дамып жатыр, немесе У нас бір ребята, типа, этим часто делают, например, жасанды трендтерді жасауға болады. Мысалға бізде Гузи деген қыз бар, ол өзінің трендін түсіріп жасады, және около 10 соның негізінде 10 миллиондай яғни қаралым жинаған болатын. Мұнда Инстаграмнан даже мы ерекшелігі, біз мысалға Инстаграмда белгілі бір тақырыпты түсіргеннен кейін біз бірінші болуға тырысамыз, және біз оны наоборот. жан-жақты қарастырамыз. Мысалға TikTokта мен секілді түсір, және егерде мен секілді түсірмей өзін жаса дейтін болса, бұнда барлығын жасау. Бірақ өзінің мәнерінде, және әрқайсысы оны түсіруде, ол мысал айтатын болсақ, Аблайхан айтып өткен кейсті мен өзім TikTok парақшама түсірген болатынмын, және ол мен 2 миллиондай қаралымды өзімнің, яғни парақшамда жинаған болатынмын. Және мен түсініп отырғаным, кейінгі кезде біз белгілі бір девальвация болып жатыр, егерде Инстаграммен салыстырсақ, қазір TikToktағы миллион, яғни Инстаграмдағы 100 мың жазылушылар секілді, өйткені 10 миллионы қазір кезде бір жақсы цифр болып есептеледі, және оларды біреуді там-тамаша ету күрделі қиын. Пускает тебя дальше, не только в твоем регионе. Яғни ол сенің өңірінде ғана емес, осы роликті көрсетеді, барлық әлемде көрсетеді. И, наверное, какой-нибудь можно крайне... Яғни тағы бір сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынбыз. Thank you so much. Honestly, I was fascinated. Көп рахмет. Сіз білесіз бе, мен осы соншама тыңдап, сіздің баяндамаларыңызды, өздеріңізді тыңдап отырмыз, және қазір кезеңде сіз басқа елдерде атап өттіңіз, басқа тілдерде де тыңдайтын боламыз. Көп рахмет деп айтқым келеді сіздерге. Көп рахмет. Ендігі кезекте кетіп қалмаңыздар, 5 минуттан кейін келесі мастер-класс басталады, өз орындарыңызда қалыңыздар.